Міне, Айбек пен Баянның үйленгеніне 3 ай өтті. Бұрынғы Аққұба Сараның бетін әжім басты. Көзінің алды ұйқысыздықтан көгеріп жүр. Баласының ертеңін ойлайды. Мынандай әйелмен ұзаққа бармасы анық. Не келін боп ата-енеге жақпайды, не әйел боп ерінің көңілін таппайды. Үйде көбіне сөйлейтін де осы Баян. Айбек неге ана бір туыстың ірі компаниясында істейтін ұлы сияқты айына 5.000 доллар таппайды, айына әкелетіні 100.000 теңге ғана, дегенді жиі айтады. Көкірегін тескені ақша, дүние мүлік, төркіні де парасат әлемінен алыс екен. Құдалар дастархан басында кездескен сайын Баянның әке-шешесінің айтатыны біреудің қалай жедел байығаны туралы әңгімелер. Одан қалса үйге қандай зат сатып алу керегі. Ал Сараның өз ортасы, ғылым білімді қадірлейтін, рухани адамдар ғой. Қысқасы құдалармен әңгімесі жараспай қойды. Сара бірақ әдеп сақтап, реніш күйінішін көрсетпеуге тырысады. Баянның кесірлі әрекеттері туралы да айтқан емес. Жалпы келінін ешкімге жамандаған жоқ. Көрген жұрт өздері сөз қылмаса. 3 айдың ішінде Баян енесінің жүйкесін жеп, туған туыстың арасына да ірткі салды. Туыстар арасындағы ұрыс-керістен Сара психикалық күйзеліске ұшырап, дәрігерге көрінуге мәжбүр болды. Момын жанұяға кездескен-ай, келін емес кесел ғой, десті жұрт. Баянның жүріс-тұрысы, арсыз әңгімелері Сараның жүрегіне у боп жиналды. Қит етсе беттен ала жөнелетін, мыстандығы бір төбе. Не істесе де әйтеуір төңірегіне күн көрсетпе басты мақсаты сияқты. Жас қой, түзелер деген ене үміті ақталмады. Уақыт өткен сайын Баян бұл әулеттегінің бәрінің басына шығып, ойына келгенін істейтін болды. Бірде келіні үйге түнемей 2 күн бойы хабарласпай, 3-ші күні оралғанда Сара қайда жүргенін сұрады. Ал не істейсіз? Бастығым, мен ұйықтадым, деп баж ете қалды. Осындай сұмдық сөзді естігенге дейін шыдамдылық танытқанына Сара өкінді. Бітті, мына пәледен баланы ажырату керек. Бәсе, күйеуге шықпай жатып-ақ беті ашылған емес пе деп ойлап едім. Рас екен ғой, деп түйді. Ойын баласына айтып еді, Айбек те ажырасуды ойлап жүр екен. Дереу сотқа ажырасуға өтініш беретінін айтты. Енді ше, бұл үйленген 3 айда үйдің берекесі кетті емес пе? Айбек Баянның айтқанымен жүрем деп, жұмысындағы тапсырмаларды орындамай бірнеше рет сөгіс естіді. Бұрын істі тиянақты атқаратын жігіттің енжар күйге түскеніне ұжымы да антан. Сара болса, Баян сөйлемесінші, сол риза болсыншы деп, банкке жинаған азғантай ақшасына қымбат дүкендерден азық-түлік тасимын деп жүріп, қаржылық жағынан тоқырағаны былай тұрсын, келіннің кербақ әрекетінен жаны да жүдеп бітті. Бұл 3 айда не көрмеді бұлар? Енесінің екеуін ажыратуға ниетті екенін білген Баян, Айбекті уысында ұстау үшін білекті бір топ жігітті жалдап, қоқан-лоқы көрсеткені бар. Оқиға былай болып еді. Институттан шығып, көшеге шыға бергенде Айбекті бір топ жігіт қоршап алады. Сен біздің қарындасымыздан ажыраспақ екенсің ғой, көрсетеміз ажырасуды саған, деп гүж еткен біреуі Айбектің тұмсығынан жұдырықпен бір қойды. Өмірінде ешкімнен қақтығысып көрмеген Айбек не болғанын түсінбеген күйі шалқалақтап барып жерге құлады. Институттың күзетшісі көріп қалып, жедел жәрдем шақырды. Әйтеуір соққы қатты тимеген екен. Дәрігерлер тексерген соң Айбекті үйге жіберді. Осы оқиғадан кейін Сара ұлының өмірі үшін тіптен қауіптене бастады. Айбек екеуі Баянға ажырасу туралы айтқанда, келін айқайға басқан. Әдеттегі ашы даусымен небір былапыт сөздерді жаудырды. Сараны да, екі ортада жүрген Айбекті де аямай балағаттады. Мен босқа ажыраспаймын. Алдымен үйді менің атыма аударасыз деп талабын төтесінен қойды Баян. Сара Баяннан аман-есен құтылудың жолын ойластырды. Ұлы екеуі күресіп, көкбет келінді жеңбесі аян. Телефонын қолына алып туған туысқа ұлының ажырасатынын хабарлады. Туыстар Баянның 3 ай ішінде отбасын құлдыратқанын білсе де, жағдайдың тіптен шиеленісіп кеткенінен хабарсыз еді.
Сара көз жасына ерік берген күйі Болат деген үлкен ағасына да хабарласты. Келіні ажыраспаймын деп қасарысып отырғанын, сол үшін небір құйтырқы амалдарға барып, тіпті Айбекті бұзақыларға ұрғызғанын жеткізді. Қорықпа, туыстар жиналып, аждаханға айналған келіннен құтқарамыз. Жап-жас болып алып отбасын үрейде ұстаған не деген мыстан еді, деді Болат. Бұл ағасы мінезді, адуанды еді. Айбектің әйелімен ажырасуы туралы сот процесіне өзі араласты. Баянның туыстарын шақырып, қызы келін боп түскелі істеген теріс әрекеттерін жіпке тізгендей айтып, арсыздығын бетіне басты. Баян өз қарнын тойдырып, қымбат әшекейлер сатып алып, сәнді киінгеннен басқа түк бітірмегенін жеткізді. Мұндай теке тіреспен 2 жастың отбасы болып тұруы мүмкін емес деп кесіп айтты. Үйленгендеріне 4 ай болған күні Баян төркініне бір жолата кетті. Кеткен келін оралмасын, қайдан ғана кезігіп еді сол пәле деп есін жинай алмай сара отыр. Құрметті Өмір Теңіз арнасының көрермендері, арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.